Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязовтың 60 жылдық мерейтойына орай саналы ғұмыр сахнам атты шығармашылық кеш өтті. Сахнада автордың спектакльдерінен үзінділер қойылып, концерттік бағдарлама ұсынылды. Театр ол басқа организм, басқа тыныс. Мұнда Әзірбайжан мәдениеті айтады, Мамбетов, театрға келген адам ол храмда, мешітте қызмет қылғандай қызмет қылу керек. Қызмет емес, оған служить надо деп. Қалеки театрының әртістері гастрольдік сапармен Алматы қаласына бара жатыр. Астаналық әртістер оңтүстік жұртшылығының назарына Отелло Қараш-Қараш оқиғасы, сондай-ақ Шие спектаклін ұсынады. Осы маусымның ішінде тағы да тілектес Мейрамов ағамыздың 70 жылдық мерейтойын тойлау жоспарымызда бар. Бұл тойды Құдай қаласа осы Алматыға барған кезде Әуезов театрының Қазақстан театрлары ассоциациясымен бірге алғашқы сол жерден бастаймыз. Одан кейін Қарағандыда туған жерінде жалғасады. Содан кейін осы Қалеки театрында үлкен тойы өтеді деп жоспарлап отырмыз. Қалеки театры жыл сайын шақыртылған режиссерлармен бірлесіп жұмыс істейді. Бұл үрдіс жаңа маусымда да жалғасын табады. Биылғы репертуардың жаңаруына Фархат Молдағалиев, Барзу Әбдіразақов сынды режиссерлар атсалысады. Біз көрермендерімізді жаңа қойылымдармен тағы да сусындатамыз деп жоспарлап отырмыз. Оның ішінде атап айтар болсақ, Болат Ұзақов ағамыз Бейімбет Майлиннің Талданбайдың тәртібі деген шығармаларды қазіргі заманға лайықтап, біздің өзіміздің қазақ зиялыларының рухын аспындату жоспарлап отырмыз.